Bugün bizde matematika sababı, sabahımızın taqribi eseptewdin және esepтерді шығарудың тиімді тәсілдері. Sabahımızın maqsadi 3-4 amalмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау. Бұл біздің оқу мақсатымыз. Енді осыдан біз бүгінгі сабақ мақсатын шығарып алайық. Қалай шығарамыз? Қандай мақсат қоямыз алдымызға бүгінгі сабақта? Модельдейміз. Модельдейміз, ары қарай түрлі әдіспен шығарамыз. Тиімді тәсілмен анықтаймыз. Өте дұрыс тәсіл болды. Жақсы. Ары қарай енді біз сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен бүгінгі сабақта көңіл-күйлері қандай? Жақсы. Алдарында қыстырғыштар тұр. Осы қыстырғыштардан өздерің бір түсті қандайсыңдар да көңіл-күйге жақсырақ ойламыз. Кез келген бір түсті қандаймыз? Тез. Жақсы. Балаусаның көңіл-күйі бүгін өте тамаша. Саяжанның көңіл-күйі тамаша. Ермаханның көңіл-күйі орташа. Жақсы. Ал енді осымен біз сабағымызды бастай қояйық. Қане? Сабақты біз бастаймыз, оқу білім қоштаймыз. Сабақты біз бастаймыз, білім алмай қайтпаймыз. Сабақты біз бастаймыз, сабақтан еш қалмаймыз. Жақсы. Өте жігерлі, шыншыл оқушылар, иә? Жақсы, ары қарай. Енді біз өзіміздің сабағымызға оралайық. Бізде сабақ бөлім математика сабағынан қандай бөлімдеміз біз? Ғарышқа саяхат бөліміндеміз, иә? Ғарышқа саяхат бөлімінде ең алдымен біз неден таныстық? Жұлдыздармен таныстық, иә? Ал қандай жұлдыздың түрлерін білесіңдер? 7 қарақшы, тағы да қосар жұлдыз, тағы да үйір жұлдыз. Жақсы, өте жақсы. Ары қарай. Енді осымен біз өзіміздің бөлімімізді тамамдадық. Ары қарай бізде бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма бізде қандай? Санды көбейткіштерге қалай бөлуге болатынын есімдейміз. Біз көбейтудің қасиеттерін өткен болатынбыз. Қандай қасиеті бар? Көбейтудің ауыстырылы қасиеті, көбейтудің Неше қасиеті бар екен? 3 қасиеті бар екен. Ал енді мына тапсырмада қарай қойып, 3 қасиетіне бізде тапсырма берілген екен. Ең алдымен бізде неше жұлдыз берілген? 20 жұлдыз берілген. Түрлі түсті, яғни нешеуден? Біріншінде 10 жұлдыз қызыл түсті, және 10 жұлдыз сары түсті. Неше қатар? 2 қатар, әр қатарда неше жұлдыздан? 5 жұлдыздан орналасқан екен. Ең алдымен қарайық, біріншіде 20 жұлдыз берілген, 5 жұлдыздан 2 қатар. 20 жұлдызды не істейміз? Бөлеміз. Жақша ашылған 5 көбейтілген 2 жақшада болған тең. Ең алдымен нені орындаймыз? Жақшаның ішін орындап аламыз. Қане, 20 бөлеміз. Жақшаның ішінде қандай сан шықты? 10 шықты. 20-ны 10-ға бөлетін болсақ, мәні қанша болады? 2. Дұрыс айтасыңдар. Келесі қасиетке қарайық. Келесі тәсіл 20 бөлінген қанша дейді? Жақша ашылған 5 көбейту 2 жақшада болған тең. Онда не істеп алған екен? 20-ны бөлеміз 5-ге, бөлеміз 2-ге. Қанша шығады? 20-ны 5-ге бөліп алайық. 4. Оларды 4-ті 2-ге бөлетін болса? 2 шығады. Дұрыс айтасыңдар. Келесі тәсілде қарайық. 20 бөлу жақша ашылған 5 көбейтілген 2 жақшада болған тең. 20-ны бөлеміз 2-ге. Қанша болады? 10 бөлеміз 5-ге 2 болады. Сонда әртүрлі тәсілмен орындайтын болса, бізде мәні не шығады? Мәні сол
oldida ishtirok eting. Yaxshi. O'zimizga bir qo'lqa topib qo'yib, yaxshi, kelesi. So'nggi mana qaraymiz, ikkinchi taqsimlar. Ikkinchi taqsimlar bizga ne dedi? Amallarning qay qasiyati tiyimli effektivga ko'maklashadi? Eng oldin mana biz yulduzlarni aytib o'tgan bo'lamiz. Sol yulduzlar bizga har qaysimizga taqsimlar berib bergan ekan. Qaraymiz. O'sar yulduz bizga Sayrjonga taqsimlar bergan ekan. Jeti qarashi Baloqsaga taqsimlar bergan. Al Yer yulduzi Ermaxonga taqsimlar bergan. Al taqsimlarimizni al qo'shsak bir-biriga taqsimlar qo'yib qarang, Sayrjon. Birinchi 332. Kabulda endi kasb qanday? Yaxshi, yozamiz. Ana shu bo'ldi. Alba ham kimdir? Aslida kimsa beradi. Kimlar mana shu yerga? Yozamiz. O'tish durust o'rnadi. Ana qarang, baloqsashmoqda. Baloqsada qanday taqsimlar bor ekan? Bunda qanday tiyimli tasir o'rnaysiz? Qancha bo'ladi? Yıldızımız bizga Yer yulduzi Ermaxonga qanday taqsimlash berdi ekan? Albatta Ermaxonga taqsimlash. Yozamiz. Yozamiz. Qancha chiqadi? Al endi qanday son bo'ldi? Aslında bana göre
Birге екі қатар шығады. Al қанша шықты жауабы? Мына жерде тағы бір функция бар не? Ал қанша шықты? Таза ғой? 20.600. Жауабы дұрыс, иә? 20.600. Жақсы. Жақсы отыра ғой. Сонымен балалар, біз есептеуде тиімді тәсілді қолдана алдық па? Иә, қолдана алдық, иә? Тиімді тәсілмен есепті шығара алдық па? Соның ішіндегі ең тиімді тәсілді таңдадық па? Таңдадық, есепті шығардық. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз барлық тапсырмаларды орындадық па? Қайны бас бармақ арқылы өзімізді белгілей қояйықшы. Бағалай қояйықшы өзімізді бас бармақ арқылы. Қалдарында, недегі парталарында ысқырғыштарды біздің бас бармақ әдісіміздегі тапсыра қойып қайын. Жақсы. Қайыржан жақсы. Ермахан орташа. Бізде жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта ең жақсы деген белсенділік танытқан бізде Қарабек Балауса. Балаусаға ең жақсы деген бағаны қоямыз. Тағы да белсенділік танытқан бізде Саяжан. Саяжанға да жақсы баға қоямыз. Ал кішкене бізде тағы да бір қосымша білімдері керек болған біздегі Ермаханға орташа бағасын қоямыз. Енді екі тапсырма оқулықтағы номер 9 күнделіктерімізді аша қоямыз. Номер 9 6-шы бет.